Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге көптен күткен холодецтің жасалу жолын ұсынатын боламын. Өте дәмді болып шығады және де ерекше түрге ие. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарай отырыңыздар. Алдымен осылай сиырдың бұл жерде басының жартысы және де сирақтары осындай үлкен ыдысқа салып қайнататын боламыз. Біраз уақыттан кейін көбігі шыға бастайды. Ол көбігін алып тастаймыз да, бұл суды төгіп тастаймыз. Сонда біздің жаңағы құйқаның дәмі қатты шықпайтын болады. Бір рет осылай суын төгіп тастағаннан кейін қайтадан салқын су құйып, қайтадан отқа қоямыз. Бұл жерде ми бөлігі қажет емес болғандықтан мен алып тастадым. Біраз қайнағаннан кейін осылай тағы да көбік шықса, көбігінен арылтамыз. Және де бір 6-7 сағат көлемінде қайнататын боламыз. 5-6 сағаттан кейін осылай сәбіз, пияз қосуға болады. Және де лавр жапырағын өте ерекше дәм береді. Қосамыз. Және де кішкене қара бұрыш қосатын боламыз. Қара бұрыш, бұл жерде менде горошек. Үстіне қара бұрыш қосатын боламыз. Және де бір 40-45 минут көлемінде қайнатамыз. Минут өткеннен кейін осылай бұл заттарды алып тастаймыз. Сәбізін әлі де пайдаланатын боламыз, ал пиязы бізге енді қажет емес. Енді кезекте сорпаның дәміне қарай тұз саламыз. 10-15 минут қайнағаннан кейін біздің жаңағы сорпамыз дайын болады. Енді кезекте ішіндегі етін жаңағы сирақтарды басты алатын боламыз. Піскеннен кейін жаңағы бастың еті де сирақтың сіңірлері де өте жұмсақ болып өгіліп тұру керек. Сонда сіздің холодеціңіз де жақсы шығатын болады. Егер де 6-7 сағат қайнатқан кезде де етіңіз жұмсақ болмайтын болса, онда одан да көбірек қайнатуға кеңес беремін. Осылай дайындап алғаннан кейін ыстықтай күйінде, неғұрлым ыстықтай кезінде қажет емес жерлерін ажыратып, сіңірлерін, құйқасын, жаңағы етін бір ыдысқа салып алатын боламыз. Өте ыстық болғандықтан шанышқының көмегімен осылай алуға болады. Тек сирақтардан да жасауға болады, бірақ онда қосымша жаңағы лоқет қосуға болады. Бұл жерде мен бастың етінен қосатын боламын. Енді кезекте сорпаны жақсылап алдымен сүзіп аламыз, яғни ішіндегі жаңағы бұрыштан, лавр жапырағынан және де әртүрлі көбіктің қалдықтарынан ажыратамыз. Және де ең маңыздысы сорпаның бетіндегі майын қалқып алып тастаймыз. Міне осындай сап-сары майынан қалқып алып ажыратып аламыз. Себебі егер де майы қалып қоятын болса, біздің холодеціміздің ішінде қатып қалатын болады. Ендігі жаңағы сүзіп алған сәбізімізді өз қалауларыңызша тураймыз. Және де құйқасын осылай жақсылап турайтын боламыз. Мен екі түрлі әдіспен жасадым, және біраз бөлігін турап жасадым, біраз бөлігін жаңағы тартып жіберіп жасадым. Енді кезекте сорпасына сарымсақты, яғни чеснокты, 3-4 тіше сарымсақты осылай үккіштің көмегімен өткізіп аламыз. Ыстық сорпаға өткізіп аламыз. Сол кезде сарымсақтың дәмі өте жақсы болып шығады.
Буну және де құйған кезде сүзіп қоямыз. Сол кезде самырсақтың ащы дәмі білінбей қалады. Енді әдемілеу үшін өз қалауларыңыз бойынша жасалынады. Менде қатырылған брокколи болды. Яғни жартылай пісіріліп қатырылған брокколи және де жаңағы пісірілген сәбізді қостым. Осылай кесенің астыңғы бетіне қоямыз. Және де әртүрлі дәмдеуіштер. Бұл жерде менде аскөк, сельдерей және де петрушка сияқты әртүрлі қатырылған дәмдеуіштер болды. Соларды қосып, үстіне жаңағы тураған еттерімізді саламыз. Одан кейін оның үстіне сорпа құятын боламыз. Сіңірлерінен жаңағы бастың етінен араластырып қосамыз. Осылай сорпасын міндетті түрде сүзіп құятын боламыз. Және де алдымен суытып аламыз жақсылап. Одан кейін барып тоңазытқышқа қоятын боламыз. Әбден қатқанша күтеміз. Ендігі қалған бөлігін осылай сәбізді жаңағы қосып жақсылап тартып аламыз. Бір ыдысқа одан кейін жаңағы сорпадан өз қалауларыңызша молырақ болғаны жақсы құйып жақсылап араластырамыз. Бұл тартылған холодецті осындай жалпақтау, яғни осындай табақ сияқты ыдысқа құйған жақсы. Құйып алғаннан кейін аздап суытып аламыз да тоңазытқышқа қоятын боламыз. Міне мен кешкіге қарай қойдым, таңертеңгісін осылай әдемі болып қатып тұрды. Кішкене осылай пышақпен шетін шығарып алып қоятын боламыз. Өте әдемі көрінеді және де холодецті жақсы көретін адамдарға ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Және де каналдағы барлық рецепттерді қарай жүріңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, қолдап қойыңыздар. Және де менің Instagram парақшама да тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Instagram парақшасының сілтемесін осы YouTube каналымның астындағы описанияға қалдыратын боламын. Және де барлық керекті ингредиенттерді осы описанияда жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде ұнайтын болса, ұнағаны туралы пікірді қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.